Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйрер, өте оңай дайындалатын қаттама нан дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кәдімгі ыстық суымызға бір ас қасық тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Кейін оны ұнның үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз, яғни қамыр илейміз. Басында осылай қасықпен илеп отырамыз, немесе силиконды лопатканың көмегімен араластыруға болады. Жайлап суымыз суыңқырай бастағанда қолмен илеп бастаймыз. Барлығын біркелкі массаға келтіреміз. Кейін қолмен илейміз, шамамен 5-6 минут қамырымызды илейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығатын болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанға салып, бөлме температурасында 20-25 минутқа қалдыратын боламыз. Міне осылай салафанға салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала туралған пиязымызды, яғни ұсақтап туралған пиязымыздың үстіне бір қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Уақытымыз өткеннен кейін нанымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Ол бөліктерге бөлу ол сіздің қуыратын кездегі табаныңыздың диаметріне байланысты. Менің табанымның диаметрі кішкентай болғандықтан мен біршама бөлікке бөлдім. Кейін барлығын бөлек алып қойып, енді нанымызды илейтін боламыз. Өте жұқа қылып илейміз. Оны сеуіп отырып, жақсылап илейтін боламыз. Міне осындай жұқа қылып илеу керек міндетті түрде. Илеп алғаннан кейін осылай тесіктер болса бітеп аламыз, себебі қазір май жаққанда ағып кетпеу керек. Алдын ала ерітілген сары майымызды осылай щетканың көмегімен қамырымызға жайып шығамыз барлығын. Майымыз ыссы болып кетпеу керек. Кейін салмасын саламыз. Шамамен 3-4 ас қасық салдым. Кейін барлығын рулетка ретінде орап шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп ораймыз. Рулетка қылып оралғаннан кейін енді улитка қылып ораймыз. Сәл басып шығамыз, қамырымыз бір-біріне жабысу керек. Қамырымызды 10 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз, себебі ішіндегі май еріп кетпеу керек. 10 минуттан кейін алып, осылай илейтін боламыз. Ұнды көп жақпай, ұнын жағып, оқтауды қатты баспай илеп шығамыз. Пияздары көрініп тұрса ештеме етпейді, қорғалғанда байқалмай қалады. Табамызды қыздырып, сәл май жағып, осылай әрбір жағын шамамен 4-5 минут қуыратын боламыз. Міне дайын болғанда осындай болып шығады. Шын мәнінде дәмі өте дәмді, үйдегілерге міндетті түрде ұнайды. Сіздерге 100% сөз берем ұнайтындығына. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған слушаш. Егер мен рецепттермен тамақ дайындаған болсаңыздар, менің инстаграм каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ас болсын.